Сәлем достар, бүгін біз үй жағдайында донер істейтін боламыз. Ең алдымен кез келген етті алып, оны қуырып аламыз. Мен пиязбен, чеснокпен, бұрыштармен қуырып алдым. Келесі кезекте картошка фри, оны да бөлек қызып тұрған майға қуырып алдым. Және де ішіне қосатын көкөністер, қияр, помидор, болгар бұрышы және де капуста қостым. Өздеріңіздің қалауларыңызша қоссаңыздар болады. Кетчуп, майонез және де осындай лаваштар сатып аламыз дүкеннен. Лаваштарды бірінің үстіне бірін орналастырып, әр дайындаған заттарымызды жеке-жеке қойып шығамыз. Бір келкі әрқайсысына 4 бөлікке салып шықтым. Ең соңында үстіне ет қойдым, кішкене тұз септім. Одан кейін майонез, кетчупты араластырдым. Араластырып болған соң әдемілеп оларды орап шықтым. Орағаннан кейін 200 градус қызып тұрған пеште 5-10 минутқа қойып алсаңыздар болады. Ол лаваштардың қытырлап кішкене қатты болып тұр.